Баршаңызға қайырлы күн. Назарларыңызда алғашқы қадам подкастының алғашқы шығарылымы. Сіздермен бірге жүргізушісі Айнаш Қуатқалиқызы. Бұл подкасттың мақсатын түсіндіріп өтсем, атауы айтып тұрғандай, алғашқы қадам жетістікке жеткен кәсіп иелері, еңбек адамдарының осы бір кәсіптерін бастаудағы алғашқы қадамдарын бірге білетін боламыз. Осы арқылы бізді көріп отырған көрермендеріміз, жастарымыз өзінің кәсібін бастау үшін алғашқы қадамдарына шабыт алады деген ниеттеміз. Біздің бүгінгі подкастымыздың алғашқы қонағы ауданымызға жаңа леп алып келген кофейняның иесі, дәмханалардың иесі, кәсіпкер ханым Айгүл ханым. Қайырлы күн Айгүл ханым, сізді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Ең бірінші сұрағымды жолдасам, қазіргі Айгүл мен кішкентай бала Айгүлдің айырмашылығы қандай? Сіз қазір кімсіз? Қайырлы күн және көрермендер. Енді қазіргі Айгүл мен бұрынғы Айгүлдің айырмашылығы ондай қатты айырмашылық бар деп ойламаймын. Өйткені бала кезімде де мен осындай еңбекке ерте араласқан едім. Жаңағыдай анам ерте қайтқаннан кейін әкем тәрбиесінде өстім, және әжем болғасын қолында. Үйдің шаруасы, сыртын шаруасы бәрі мен мойнымда болғандықтан жаңағыдай үлкен жауапкершілікті алып кету, жаңағыдай дөңгелетіп кету бұл маған ондай қиынға соққан жоқ. Сондықтан бұрынғы Айгүл мен қазіргі Айгүлдің ондай көп айырмашылығы жоқ сияқты меніңше. Рахмет. Келесі сұрағым, біз білеміз сіз туралы, сізбен таныспыз, біздің ауданымыз үшін, сіз біздің ауданымызға жаңа дәмдер алып келген адамсыз, былай айтқанда жаңа донер, суши, пицца деген сияқты, осы дүниелерді ауданға алып келудегі мақсатыңыз қандай, немесе осыны алып келуге не түрткі болды? Бұның өзінің несі бар, тарихы бар. Өзім мектеп бітіргеннен кейін отбасы құрып қалада тұрдық. Қалада 7-8 жыл тұрғаннан кейін енді өзіңіз білесіз, қалада бәрі бар ғой. Баратын жерлер көп, қыдыратын жерлер көп, түрлі дәмханалар бар, түрлі тағамдар бар. Сосын 14-ші жылы осы біздің ауылымызға, Казталовка ауылымызға келеміз деп бет бұрдық. Мында келсек, жаңа өзінің сүйікті тағамдарын жоқ екенше, каждый суббота-воскресенье неге қалаға барып, сонан жеп келетінбіз. Енді өзім сүйікті тағамдарым болып, жаңағы донер, пицца, суши деген. Сондықтан бірде-бір ойладымша, неге соны бізге ауылға алып келмеске деп. Енді жоқ нәрсе ғой. Көбі ол кезде 2017 жылы болды. Халық көп біле бермейді, суши не екенін білмейді, жаңағыдай. Көп ойлайтын, шикі балық деп ойлайтын, жаңағыдай донер деген не, оның ішінде не деген сияқты. Пиццаны біледі ғой бәрі, бірақ оны да пісіру несін дұрыс білмейтін. Сол 2017 жылы сол отбасымен жаңағыдай бір шешімге келіп, давайте осы ауылдан ашып көрейік деген ой болды. Жаңағы дәмхананы басында ашылғанда қызық болды, жаңағыдай клиенттарды пока тұтынушыларымызды үйреніп кеткенше, жаңағыдай дәмін көріп, еткенше сондай қызықты сәттер болды алғашқы басталғанда. Содан кейін бара жайлап енді біз жылдан жылға дамып жатыр ғой, еліміз бәрі дамып жатыр. Жаңа түрлі қалаларға барамын. Әрбір қалада мен өзіме бір не алып келем. Қалай деп айтамын? Идея алып келем, шабыт. Қызым осы Астанаға оқуға түскенде, Астана қаласында жаңағы кофе кәсібі дамып кеткен екен мына жақта. Өте дамып кеткен. Біздің Казталовкада тек қана нефтекта бар екен да, басқа андай кофейня деген жоқ екен. Сосын ойладымшы, почему енді осы кофейняны алып келмеске деген ой болды менде. Сол, то, что бізде ауылда жоқ деген нәрселерді мұнда алып келу мақсатым сондай болды. Қазіргі таңда кәсібіңіз білуімше өте қатты жақсы деңгейде жүріп жатыр, Шүкір. Енді біз білеміз, бір кәсіпті жасау үшін, бір нәрсені істеу үшін, ол бір ғана адамның жұмысы емес, оның артында бүтін бір үлкен команда тұрады, немесе бір қолдайтын адам тұрады деген сияқты. Осы ретте сізге кім қолдау көрсетеді, және тағы бір сұрақ, әйел адам ретінде сіздің осы кәсіпкеріңізге жолдасыңыздың көзқарасы қандай, қолдауы қандай? Әрине, менің ең бірінші алғашқы қолдаушым ол жолдасым болды. Жаңағыдай
ол кісі де енді қаржы мамандығын бітірген, өзім сияқты қаржы жағынан алыс емес, жаңа есеп жағынан алыс емес. Сондықтан бізде айтамын өзім, мен үйде идеалистпін, ол бізде реалист. Мен идея айтамын оған, давай мен осындай ашқым келеді, осындай ашқым келеді, осындай болса не болады, андай болса не болады деп. А ол соны реализовать етеді, жаңағыдай маған керек заттарды жаңағыдай алып келуге, барып келуге жаңағыдай в общем үлкен қолдау көрсететін біріншіден сол жолдасым. Ешқашан маған жаңағыдай қарсылық білдіртіп, қой керек емес, ол не бар, ол ерте ұқсамай қалса, ауырып бүйтіп қалса деген жаңағыдай көптеген тартыншықтар болады. Ол никогда қолыма ақ көрмепті. Сосын да шығар, жаңағыдай менде ойыма зат келеді, соны тек алға жүргізе беруге мүмкіндік көп менде. Ол да бір ер азаматтың несі, үлкен бір қолдауы, иә. Соған үлкен ризашылығымды білемін. Әлі күнге шейін айтам, что егер де вот сен мен қолымды қақсам, мынандай дүние, мынандай нелер болмайтын еді деп, нелер жасамайтын едік деп, осы ауылымызға айтпесек деп, сол сен қолымды қақпағанның несі деп, осылай еңбегіміздің жемісін көріп отырық деп, сөйтіп ризашылығымды білдіріп отырамын жолдасыма. Екіншіден, артта тағы да отбасыларым бар жаңағыдай. Артта енем бар менің, қайнылерім бар өзімнің. Солар тоже үлкен қолдау көрсетеді. Өзіңіз білесіз, енді ауданымыз қаладан алыс тұрады, жаңағыдай алып келетін тағамдарымыз бар, түрлі нелеріміз бар. Соның бәріне постоянно шала бермейміз. Сол қалада тоже бауырларымыз көмектесіп тұрады. Ан жақтан салып жібереді, көрсетеді, ақыл айтады, мынаны қараңдар, осындай. В общем, айналамда сондай жандар көп, керемет жандар. Және мына команда дегенде қол астымызда өзінде 10 шақты адам жұмыс жасайды. Жаңа кофейняда, кафеде де. Сол әрине сол кісілердің қолдауы. Өйткені мен енді повар емеспін, жаңағыдай бариста емеспін, сондықтан арнайы адамдар бар. Сол пәленбай жылдан бері тұрақты прям қасымда жұмыс жасап отырған қызметкерлерім бар. Солар тоже қолдау көмектесіп отырады. Рахмет. Енді біз кәсіпкерлерді білеміз, көбіне осылай естиді, мысалы ақшасы көп, әдемі өмір сүретін, күшті киініп, әдемі көліктермен жүретін деген сияқты. Бірақ оның артында мысалға сол сізде жұмыс жасайтын адамдарға деген жауапкершілік, сосын сіздің тұтынушыларыңыздың алдындағы жауапкершілігіңіз бар, осы ретте сізде бір қиындықтар болып көрді ме? Осы кәсіпке келгелі бері мысалға бір жаңағыдай басында айттыңыз ғой, донер сушылардың дәмін білген жоқ, шикі балық деп ойлады деген сияқты. Осы іспеттес бір қиындықтар болды ма? Халық қабылдамай қалған, немесе клиенттердің тарапынан бір не болған деген сияқты, қарсылық болған деген сияқты. Ондайдың неде жұмыс барысында болғасын неше түрлісі болады, неше түрлі клиенттер болады. Жаңағыдай енді бәріне бірде жаға бермейсің ғой, біреу ұнатып жатады, именно сол тамақты біреу ұнатпай жатады, арасында білгіштері көп болады, ақыл айтып кететіндер болады. Енді тап ондай қиын прям проблема болды деп айта алмаймыз, или тіпті есімде де жоқ. 2017-тен бері особо не болған жоқ бізде проблема. Но жаңағыдай сол тұтынушылардың, әрбір тұтынушыларымыздың жаңағыдай минус нелер айтып кеткен жағдайда біз соны қарастырып жатамыз әрдайым. Мысалы, біреуге донер ұнамай қалды ма, ол айтады ма, осындай осы жері болмай қалды, мына жер болмай қалды дегенде, біз уже жаңа донер жасаған аспазшымен отырып соны уже ақылдасамыз. Жаңағы неге олай болды екен, может бірдеңесі аз болып кетті, может бір тағамы көп болып кетті, жаңағыдай. Оның бәрін талқылаймыз біз. Клиенттің талғамына, сұранысына қарай каждый клиенттің несін, замечаниесін біз отырып талқылаймыз. Ол қараусыз қалмайды ешқашан. Негізі осы дүние ғой, көп жағдайда мысалға біздің кәсіп бастаған жастар демей ақ қой, кәсіп бастаған әрбір адам осындай бір кішкентай қиындықтардан сынып қалып, бір ортада бір үлкен жетістікке алып келе жатқан қадамдарды үзіп тастап жатады. Осы ретте сондай бір әріптестеріңізге қандай бір ақыл кеңес бересіз? Ақыл кеңес емес, мүмкін қалай айтсам болады. Түсіндім. Мен қалай деп айтамын, әр адам әртүрлі болып келеді. Әр адам табиғаты әртүрлі жаратылған. Жаңағыдай
тез сынып қалатын адамдар, олар жан дүниесі тым нәзік, ұялмаса өткен шақтарында білмеймін қатты жараланған ба, сондай адамдар деп ойлаймын. Тап сондай адамдар меніңше тез сынып қалатын адамдар сияқты болып көрінеді маған. Жаңағыдай сынды көтере білетін, әрбір сынға мойынсынбайтын жаңағыдай адамдар, олар уже көп таяқты жеп көрген адамдар сияқты көрінеді маған. Енді мен өз басым етіп таяқ жедім деп айта алмаймын, бірақ сынға мен ешқашан көп көңілімді бөліп өйтіп нетпеймін. Сынбағанмен енді көп алаңдамаймын. Білмеймін, потому что өзім жаңағыдай жан жақтан енді өзіңді да дамытуға тырысасың ғой, тек қана кәсіп емес, оқимыз жан жақтан. Қазір Инстаграм деген парақшалар бар, сол жақтан жаңағыдай түрлі коучтар несін тыңдаймыз. Сондықтан да білмеймін, әркім өз-өзіме жұмыс жасап, иммунитет болу керек деңізші, сондай немен күресе алатындай. Жүректе иммунитет болу керек. Рахмет. Енді тақырыбымызды ауыстырсақ, мынандай дүниеде қазір өзіңіз жаңа айтқанда инстаграмдардан көріп жатқан боларсыз, кәсіпкерлердің арасында, жастардың арасында шетелге көшу деген бір үлкен үдеріс болып жатыр. Осы ретте сізге сондай мүмкіндік берілсе, қай елге көшер едіңіз? Бірақ сізге кәсібіңізді нөлден бастау керек болса, қай елге көшер едіңіз, не үшін көшер едіңіз, және сол елде не бастар едіңіз? Енді ондай болатын болса, мен әрине жаңағыдай дамымаған елге көшер едім. Не үшін? Жаңа дамыту үшін. Мысалы, Африкаға барар едім. Жылы жер, ол жақта халқы дейтін табынды дамымаған ғой, біздің еліміз сияқты көп нәрсе де жоған жақта. Білмеймін. Мүмкін сол жаққа барар едім, сол жақты дамытар едім. Біздің мұн жақтағы дамып кеткен елдерге қарағанда. Ан жаққа барар енді кімге не дәлелдейсің дамыған елге бар. Сондай бір елдерге барып, сол жақты көтерер едім дейсің. Рахмет. Енді мына дүниені сұрайыншы, сіздің негізгі мамандығыңыз қандай, диплом бойынша? Менде 3 мамандығым бар, 3 дипломым бар. Біреуі қаржы, екінші заңгер, және учет и аудит. Үшеуінің де бір үлкен көмегі бар сияқты, осы кәсібіңізге негізінен? Үшеуін көбінесе сол қаржы жағы пайдаласқан шығар. Енді бірақ заң жағы да тоже қазір қоғамда дейтін бәрі заңмен ғой, өзіңіз білесіз. Сондықтан ол да керек. Білген жақсы, заң білген жақсы. Бұл сұрақты қойған себебім, егер сізге сондай бір мүмкіндік берілсе, немесе тағы таңдау керек болатын болса, осы 3 дипломыңыздың ішінде қай мамандықпен жұмыс жасар едіңіз, қайсысы сізге жаныңызға жақын? Кәсіпкерліктен бөлек. Заңгерлік таңдар едім. Мен негізінде не үшін заңгерлікке бардым? Білмеймін, өзім как-то андай орган жақтама, прокуратура жақтама, даже финпол жақтама, өзімді кезінде солай елестетіп, сол жақта жұмыс жасаған деген сияқты, сол сияқты заңгерлікке барған. Бірақ ол да жаңағыдай өзім үшін тек оқыдым, шыны керек. Ары қарай онымен жұмыс жасайын деп не емес, өзім үшін оқыдым. Сол. Ары қарай жалғастырып отырсақ, тағы да бір келесі сұрағым. Егер де сіздің осы кәсіпкерлік жолыңызды, өзіңіздің отбасыңызда балаларыңыз, қыздарыңыз жалғастырамын десе, қандай ұсыныстар айтасыз, немесе қандай ақыл кеңес бересіз? Таңдаған жалпы қалар ма едіңіз балаларыңыздың осы кәсіпкерлікті? Қарсы емеспін. Немесе сіздің осы кәсібіңізді ауылға келіп, ары қарай жалғастырғанын? Мен қарсы емеспін ондайға. Егер де мен қыздарым жаңағыдай мен жалғасым тауып атса, әрине қарсы емеспін. Тек айтатыным жаңағыдай ешқашан ешкім жібін аттамай, өз жолдармен жүріп, ағадал еңбектерін тапқанын қалаймын әрине. Сол кеңесім сол айтар едім. Енді үлкен қызым менің, ол деген қазір 2-ші курс студенті, ол жақын, кішкене кәсіпке жақын, өзінің жаңа оқу алған несі бар, маникюр, педикюр, макияждарын оқу алды. Сондықтан қазір студент болса да өзі соны жайлап осы уақытында жұмыс жасап, өзінің ақысын өзі тауып жүр жайлап. Ол жақын. Енді ортаншы қызымды білмеймін, пока белгісіз айтпайды. Енді 3-ші ең кішкентайы айтады: мен мама сияқты кәсіпкер болғым келеді. Ол уже қазірден бастап айтады.
негізінде бала ата анасына қарап өседі дейді ғой, олар бізден айнамыз ғой. Сондықтан олар уже соны ойлайды, қазірден бастап ойлайды. Өздерінің кәсіптері болған, өздерінің ақшалары болған, жаңағыдай кейде айтып отырады, біз сіздерге ауыртпашылық түсіргіміз келмейді, өзіміз тауып, өзіміз жүре береміз деген сияқты. Иә, тек сол қорқатыным, сол не болса да, сол ағадағыл еңбектерімен сол тапса келдім. Адал еңбектермен. Бұл сұрақты қойған тағы да бір себебім, қазіргі таңда мысалға ер адамдарға қарағанда әйел адамдарға кәсіпкерлік жолы өте ауыр сияқты меніңше. Себебі бір жағында отбасың тұрады, екінші жағында кәсіп тұрады, кәсіптің артында да бірнеше адамның отбасына деген жауапкершілік тұрады деген сияқты. Сол осы ретте кәсіп пен отбасыны қатар алып жүру. Енді әйел адамға шыны керек өте қиын. Кәсіп пен отбасын бірге алып жүру, бірақ бана басында айтып кеткендей, оған қолдаушың мықты болса, бәріне үлгеруге болады екен. Егерде мысалы отбасына, мысалы үй шаруасына мен үлгере алмай жатсам, жолдасым қалады. Ода тұрғанның несі жоқ, мысалы намыстанбайды, жоқ, ол менің жұмысым емес, үйдің шаруасы, ол сенің жұмысың деп. Когда мен дейтін уже басқа жақта сапарлармен жүремін, тағы да басқа маңызды нелер, үлкен банкеттер болып жатады, сол кезде үлгере алмайтын кездер болады. Әрине, үймен екі отта өткен баланы сабағы оқытатын, онда ертең шарасы болайын деп жатады, екі жақтан шырылдап жүретін кездер болып қалады. Бірақ сондайда әрине, не айтамын, палочка-выручалочка деймін, жолдасым қасымда болады. Үнемі қолдап отырады. Екеуміз екі жаққа бетіп бөліп аламыз да, сенікі менікі демейміз. Жаңағыдай баланың сабағына кетіп қалып жатса, мен мына жақта кәсіп кетіп қаламын. Я болмаса ол кетіп қалып жатса, мен үйдің жағына кетіп қаламын дейміз. Сөйтіп екі жақта тепе-тең жүреміз. Егер сізге кәсіпкермен, кәсіптік өмірмен, отбасылық өмірдің біреуін таңдау керек болатын болса? Енді амал жоқ, отбасын таңдаймын ғой. Амал жоқ? Амал жоқ қой енді. Бірақ өзің істеп жүрген кәсібің өзіме қатты ұнайды. Әрине қимайсың, қимағанмен, бірақ ең басты құндылығың, ең басты байлығың ол әрине отбасың ғой. Ол қаншама жерден ақша табам, ақша жинаймын, көп ақша табам, бай болам деген өзінде да, ол ақша ешқашан жетпейді ол. Адамға ешқашан ақша жетпейді. Сондықтан ең үлкен байлық ол отбасыда. Отбасы ол сен жалғасың, отбасың сол сенің вложениең барлық. Ертең оны и так-то болашақта соның несін көресің, жақсылығын. Сондықтан әрине отбасы таңдаймын. Енді бұл барлық жерде болады деп ойлаймын, ол тек қана кәсіпкерлікте емес, мемлекеттік қызмет болсын, тіпті кішкентай балалардың ортасында да аяқтан шағу деген дүние. Сізде болып көрді ме, осында бір кәсібіңізге кедергісін келтіргісі келген, немесе өзіңіздің жақындарыңыздың ортасында болады ғой, адамда бір көре алмаушылық деген сондай бір дүниеге ұшырап көрдіңіз бе? Аяқтан шалу деп айта алмаймын, но біздер кәсіпте болғасын, бізде конкуренция деген болады. Любой кәсіпте конкуренция деген болады. Бірақ ол конкуренциядан мен ешқашан қиындық көрген емеспін. Ол наоборот маған андай үлкен не береді. Жаңа идеяға, жаңа ойға үлкен мүмкіндік береді. Егерде жаңағыдай кейде ойлаймыншы, конкуренция болған жақсы. Жаңа аяқ шалыс емес ол деген. Қасында конкурентің болса, сен уже бір орында тұрмайды екенсің. Сен уже ары қарай дамуың керексің, сен ары қарай жаңағыдай жаңа нәрсе алып келу керек. Иә, тағы да жаңадан неше түрлі ойлар келіп еді уже. Жаңағыдай бір неде тұрып қалмау керек. Бір жолда тұрып қалмау керек ше. Жаңа түрлі мен ашылғаннан кейін 17 жылдан кейін қаншама кафелер ашылып жатыр, қаншама суши донерлер уже келіп жатыр, жаңағыдай кофейняларда ашылды. Соған қарамастан, мысалы, біреу кофейня ашты ма, мен қасында менде уже кофенің басқа түрлері шығады. Мысалы, басқа біреу тағам новый алып келді ма, менде кафеде уже басқа тағам шығады. Жаңағыдай түрлі сондай жаңа идеялар келді маған. Жаңа қуанамын, что конкуренция барына қуанамын дейді.
Енді жаңадан кофе түрлерін қосамын, жаңа тағам түрлерін қосамын дегенде, біз білеміз енді, ол жасырын емес қой, біздің ауданымызда сондай қызмет көрсете алатын адамдарды табу қиын енді. Жаңа дүниені үйренген, меңгерген деген сияқты. Осы ретте өзіңіздің кәсібіңізді дамыту үшін сондай еңбек адамдарын қалай табасыз, іздеп табасыз, немесе қалай алып келесіз? Иә, ол ең үлкен мәселе, біздің ауданымызда ең үлкен проблема деуге болады. Бұл жаңағы мамандар табу қиын, өте қиын. Әсіресе жаңағы дәмхана саласына, кофейня саласына, жаңа баристалар табу қиын өте. Жаңағыдай кейде мына біздің жұмыспен қамту орталығына да сұрап атамыз, кісілер бармайды деп, жаңағыдай аспазшы бітіріп келген, жаңағыдай. Бірақ сосын уже енді өзің жайлап үйренесің ғой бірінші. Ең бастысы бірінші өзің үйренесің. Өзің үйренгеннен кейін бар уже любой адамдарды, келген адамды өзіміз үйретеміз ары қарай уже. Хоть ода дейтін білімі болмасын, ондай аспазшы не жағында білім болмаса да өзіміз үйретіп аламыз. Я болмаса қалаға барып оқытып аламыз. Әйтпесе жаңағыдай арнайы прям мамандар бізде ауылда табу қиын, өте қиын. Сонда жаңа мамандарды оқытуға қалай, өзіңіз қаражат жағын өзіңіз көтересіз бе, әлде оларды? Жоқ, өзіміз білеміз. Енді мысалға мына жерде мынандай бір проблема туындайды ғой. Сіз мысалға бір кісіні алдыңыз, оқыттыңыз деген сияқты. Осы ретте онымен қандай келісім шартқа отырасыз ба? Мысалға үйренетінін үйреніп алып, оқитынын оқып алып, ары қарай жұмыс істемей. Ондай да проблемалар бар ғой, жасырын емес қой, ондай проблемалардың бар. Жоқ, ондай ешқандай келісімге тұрмаймыз. Ол әрине любой үйренген адам өзінің енді ар-ұяты болады ғой. Қаншама үйреніп оқынып алғаннан кейін жоқ дегенде бір жарты жыл по-любому қасында болады. Но әр адам әртүрлі жағдай болады, оны өйтіп қасында байлап ұстай алмайсың. Онымен өйтіп прям договормен келісім не жасамаймыз. Вот сен определенный уақытымен қасында боласың деген ондай жасамаймыз. Бірақ тек айтатынымыз, жаңа біздің үйреткен мәзірлерімізді ешқайға жарияламауын талап етеміз. Басқа неміз жоқ. Сонда еңбек келісім шартына отырамыз деңізші? Иә, ол былай еңбек келісім шарт, ол итак болады ғой. Жаңа салық несін төлеу үшін еңбек шартын былай тұрамыз. Жаңада оқытуға, неге үйретуге келгенде оны өйтіп талап етпейміз. Байламаймыз қасымызға. Ол кісі даже бізден шығып кетіп, менің қасымнан басты тап сондай етіп кәсіп ашса да, мен оған ренжімеймін. Жаңағы айтқандай, уже екінші фишкам шығарам ғой енді. Тағы басқа тағам шығарам. Жаңағы өзімнің үйреткен шәкіртіме үйренбеген уже басқа тағамдар шығарамыз ғой, жаңағы сол сияқты. Жақсы. Енді алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Және білеміз, бұл дәмханалардан бөлек, кофейнядан бөлек, тағы да басқа кәсіптеріңіз бар деген сияқты. Осы кәсіп тұрғысында қандай жаңалықтар, сізден қандай жаңалықтар күтеміз? Иә, дәмханадан бөлек менде киім дүкенім бар. Қарақат атты киім дүкенім бар. Оның ішінде ерлер мен әйел адамдарға арналған киім үлгілері. Енді қазір алда дейтін осы наурыз айы бізде енді үлкен мейрам айы ғой. Керемет Рамазан айы, көктем айы. Сондықтан қазір соған көп бет бұрылып, сол мейрамдарға сай нелер келіп жатыр, топтамалар келіп жатыр жаңадан. Наурызға сай, жаңа оразаға сай, орамалдарымыз, жаңа таспихтарымыз. Осы бір-екі күн турасында жаңадан нем шығады, оразаға арналған жаңа бір идеям бар тоже. Бірақ жасырын демекші? Иә, пока айта алмаймын, скоро бір-екі күн ішінде неден шығады, менің стористарымнан көресіздер, сатылымға шығады. Тоже бір идеям, жаңа идеям. Пока ауылда ешкімде жоқ сияқты ондай. Сізге осы жолда үлкен табыс тілейміз. Енді өзіңіз білетіндей, енді кәсіп бастау үшін алғашқы бір ақша болу керек деген сияқты, қолда ақша болу керек деген сияқты. Осы сіз алғашқы кәсібіңізді бастайтын кезде қанша теңгемен бастадыңыз, және сол алғашқы кәсібіңіз сізге қандай пайда алып келді? Ең басында 2017 жылы осы ауылға келгенде кәсібімді 600 мың теңгемен бастадым. Иә, өзімнің қалтамда тек қана 300 мың теңгем болды.
және әкем сол уақытта зейнетке шығып жатып, жаңағыдай қасымызға қолдау көрсетіп, жаңағыдай қызыма деп маған 300 мың теңге әкем берді, екеуін қосып сол кәсібіміз шағын кафемізді ашуға сол не болды. Жаңа аппараттарымыз бар, мебельдарымыз бар. Сол қазір енді ол кезде 2017-те болғанда бір кішкентай зданиені алып отырдық арендаға. Сосын жайлап уже үлкен зданиені алдық. Сосын екіншісін аштық деген сияқты. Сол 600 мыңымыз қазір жайлап, он еселеп өсті, шүкір Аллаға. Қайтып жатыр. Иә, қайтып жатыр. Ойлаймын, бізді көріп отырған көрермендер үшін қызық сұрақ, қазіргі табыс көзіңіз қанша? Жасырын болмаса әрине. Қазіргі табыс көзім Аллаға шүкір деймін. Иә, отбасымызға, жаңағыдай қызметкерлерімнің еңбек ақысына, және де өзімнің ғимаратым жоқ, бәрін жалға алып отырғасын, соның бәрін жабуға, соны жетеді, шүкір. Қорытындылай келе, мына сұрақты қойсам, сіздің осы жаңа айтып кеттіңіз ғой, суши пицца алып келдім, донер алып келдім деген сияқты. Ол белгілі бір тарапта қазір үлкен жетістіктерге жетіп отырсыз, ол жасырын емес, иә. Осы жетістікке жету жолындағы сіздің алғашқы қадамыңыз ақталды ма? Оған сол алғашқы қадамыңызға өкінесіз бе, әлде қуаныштысыз ба? Жоқ, өкінбеймін. Әрине, бана басында айтып кеткендей, қазіргі бұл іс мен сүйікті ісіме айналды. Мен өзім жасап отырған ісімді сүйсіне жасаймын да. Сондықтан ешқашан да өкінбеймін. Осы қадамға барғаныма, осылай қорықпай бастап кеткеніме, жаңағыдай, және әлі күнге шейін жұмыс жасап, қаншама халықтың алғысына бөленіп келе жатыр осы кәсібіміз. Сондықтан любой емес, барлық жастар бар ғой қазір біздің ауданда, немен айналыссам екен, не істесем екен дейді, жаңағыдай. Өзін тауылмай жүрмін дегендер бар, неше түрлі адамдар. Қаншама үйде отырған, қолдарынан керемет тағам шығара алатын жас келіншектер бар. Соларға айтатыным, ешқашан қорықпау керек. Егер де ойыңда не бар, жүрегіңе не қалайды, жаңағыдай, қандай іс бастағың келеді, қандай кәсіп бастағың келеді, егер де қолдаушы мықты болса, онда қорықпай бастап кету керек. Ол болса болады ісің, болмаса ол болмайды. Ода тұрған ештеңе жоқ. Біреулер қорқады, ой, мен салған ақшамның қайтпай қала ма деп қорқады көбі. Енді әрине сен жұмыс жасағасын қайтпай қалады деп жұмыс жасамайсың ғой. Онда екі есе табысын көргің келеді, жаңағыдай новый идеялар келеді. Просто ең бастысы қорықпау ғой. Қорықпай солай бастап кету керек. Алғашқы қадамды жасап бастап кету керек дейіңізші. Иә. Және әрбір істі масштабын үлкейтіп отыру керек, үнемі тұрақты бір орында тұрмау керек. Үлкен рахмет. Бүгінгі біздің подкастымыздың алғашқы шығарылымы осымен тәмам. Біздің подкастымыздан жетістікке жеткен Айгүл ханымның алғашқы қадамынан сіздер де бір үлкен шабыт алып, жаңа кәсіп бастауға деген, жаңа кәсіп бастауға деген мотивация алды деген үміттеміз. Бүгінгі шығарылымды пайдалана отырып, 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен барша әйелдер қауымын құттықтаймын. Отбасылық өмірде де, кәсіпте де, басқа да салада да биік жетістіктерге жетіп, бақытты өмір сүре беріңіздер. Айгүл ханым, біздің бағдарламамызға келгеніңізге сізге үлкен рахмет. Сізді мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет көп. Сізді де шын жүректен құттықтаймын. Кеш жатқан мейрамыңызбен. Енді барша қауым, барша әйелдерге тек әйел бақытын, ана бақытын тілеймін. Осымен тамам, бізбен бірге болыңыздар, сіздерден кері байланыс күтеміз. Рахмет.